Сәлеметсіздер ме? Менің атым Жадыра Қабылқызы. 2015 жылдан 2020 жылы 5 жыл аралығында мен Халық Азаттық армиясы, Теңіз армиясының әуе аткасында әскери міндет өтедім. Менің атам Халық Азаттық армиясында әскер болған. Сол кісінің ықпалында кішкентай кезімнен бастап әскер болуды армандадым. Сонымен 2015 жылы 9 айда түрлі сынақтар арқылы әуе аткаға бардым. Мен Алтай аймағының Демне ауданында туылып өстім. Мен жөнінен алып айтқанда, мен көрген ең үлкен көл өзіміздің Қанас көлі болатын. Ең бірінші рет осы алып теңіз және әуе атканы көргенде ерекше тебіреністе болып, ерекше мақтаныш сезіндім. Әскери міндет өтеу барысында көптеген қиыншылықтарға кезіктім. Әсіресе осы әуе атканың тізгінін ұстау мен үшін алып айтқанда өмірімдегі зор бұрылыс болды деп ойлаймын. Өйткені оның жаттығуы ерекше машақатты, заң тәртібі де ерекше қатаң болатын. Аға буын ұстаздарымыздың және бәнжаңымның мені демеп, жалықпай талмай маған үйренуінің арқасында әуе атканы дербес өзім жалғыз айдай алатын дәрежеге жеттім. Мен әскерге бара қалғанымда 5000 метрлік жүгіріс және малтау мен үшін алып айтқанда да бір ерекше қиыншылық болды деп ойлаймын. Осының барлығына да өзім төтеп бере алдым. Әскерге барып, әскери міндет өтеу, осы қызмет барысында жалықпай талмай ізденіп, әрқандай бір қиыншылықтарға жолыққанда да төтеп беруге маған бір ерік жігерімді шыңдады. Мен тіпті де көп жаңа заман жастарының әскерге барып, әскери қосынға қатынасып, мемлекет үшін, отан үшін бір кісілік үлес қосуын үміт етемін.